Мы, сетевой волонтерский клуб учителей NIS Teachers Volunteers и школьное сообщество всех Назарбаев интеллектуальных школ призываем каждого к сбережению природных ресурсов. Сортируйте мусор, сдавайте на переработку макулатуру и пластик, отдавайте ненужные вещи нуждающимся, экономьте топливо и воду, снижайте потребление электроэнергии, не нарушайте закон. Ни один закон и ни одна общественная организация не смогут добиться результатов, пока каждый из нас не изменит культуру поведения, пока каждый из нас не поймет, что его посильный вклад имеет очень важное значение в решении глобальных экологических проблем. Не забывайте, планета у нас одна, и другой такой не будет. Nature can exist without us, but we can't. One of today's problem is pollution. What we can do is to educate others so that we can provide solutions. What's missing in these words? You. Yes, it's you. Join us. Let us act now. Save and protect Mother Nature. Біз барлық Назарбаев зияткерлік мектептері ұстаздар арасынан құрылған желілік еріктілер клубы табиғатты аялауға, табиғат ресурстарын үнемді пайдалануға шақырамыз. Атап айтатын болсақ, отынды үнемдеу, суды үнемдеу, электр энергиясын үнемді пайдалану, қалдық заттарды реттей отырып өткізу, яғни қалдық заттарды да өз кезегінде кәдеге жарата білу және заңды бұзбау. Әр адам өз бойында табиғатты аялауға деген аялы көзқарас қалыптастырып, ғаламшарымыздағы табиғат ресурстарын үнемді пайдалануға ұмтылғанда ғана келелі нәтижелерге жетуге болады. Бүгінгі біздің мектебімізде өткізілген шаралардың барлығы әр адамды, жас ұрпақты табиғатқа деген аялы көзқарас қалыптастырып, табиғатты аялауға, ғаламшарымыздағы табиғат ресурстарын үнемдей білуге деген көзқарасты қалыптастыруға жетеледі. Адамдардың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың мұнайтуға тілі жоқ дегендей, қоғамдағы әрбір тұлға табиғатты аялай білейік. Whenever we turn on our televisions, whenever we browse the internet, we can already see the world. And sadly, we can also see the different natural disasters that the different countries are suffering from, like earthquakes, tsunamis, extra wide floods, forest fires, global warming, and climate change. And if we will take a closer look of these problems, these are the negative effects of some human activities. So for me, as a global citizen and as a member of this Nazarbayev Intellectual School Volunteer Teachers Club, I would like to appeal to everybody to extend their help to preserve the earth, to preserve our nature. Let us do our part to help save our planet. Ключевой идеей данного мероприятия было вовлечение обучения наших школьников, учителей, для того, чтобы познакомить их с энергосберегающими технологиями. Это был яркий пример каждому члену внутришкольного сообщества для того, что наша страна готова и какие условия необходимы для того, чтобы перейти на энергосберегающий путь.
қашан мұң